Армысыз, құрметті көрермен, тікелей эфирде менің құқығым бағдарламасы. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы тұрмыстық зорлыққа жол жоқ. Олай болса, бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Роза Мұстахиқызы Жантуар, Ақтау қаласы полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі бөлімінің учаскелік полиция инспекторы. Марал Оңбайқызы Аманиязова, Ақтау қаласы полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі бөлімінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы. Тоғжан Оразғалиқызы Демесінова, нөмірі 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің психолог маманы. Қош келдіңіздер. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 1 қыркүйектегі жолдауында отбасылық зорлық-зомбылыққа көз жұма қарауға болмайды. Отбасында ойран салатындар жазаға тартылмаса, олар одан бетер басынып кетеді. Ал жапа шеккендер мүлдем қорғаусыз қалады. Мұндай әрекеттер үшін жазаны күшейтетін кез келді деп санаймын деп айтқан болатын. Ал 25 қараша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою үшін күрестің халықаралық күні. Осыған орай зорлық-зомбылыққа қарсы қандай әрекеттер қабылдап жатырсыздар? Енді Маңғыстау облысы көлемінде ағымдағы жылдың 25 қараша мен 10 желтоқсан аралығында зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы республикалық тұрғыда өткізілді. Енді бұл іс-шараның негізгі мақсаты зорлық-зомбылықты жою, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, қылмыстың жолын кесу бойынша қабылданып жатқан шаралардың бірі. Сосын халықты ақпараттандыру, сауаттандыру, былайынша айтқанда көздерін ашу дейді. Сосын полицияға деген сенім деңгейін арттыру. Қоғамдағы отбасының рөлін нығайту болып табылды. Бұл іс-шара кезінде бірқатар жұмыстар атқарылды. Учаскелік полиция инспекторлары арасында да, әйелдерді зорлық-зомбылық қорғау тобының инспектор аралығында бәрі бірлесіп бірқатар іс-шаралар атқарылды. Осы айтылып өткен акция, жалпы іс-шара, ол жыл сайын өткізіліп тұра ма? Жыл сайын. Жылына осы 25 қараша мен 10 желтоқсан аралығында жылда өткізіліп тұратын, республикалық тұрғыда өткізіледі. Республикалық деңгейдегі акция десек те болады. Жалпы осы зорлық-зомбылыққа қатысты жыл басынан бері қанша шағым түсті? Жыл басынан бері осы Ақтау қаласы аймағында 300-ден аса отбасылық тұрмыстық құқық бұзушылық бойынша арыз шағымдар қабылданып, учаскелік полиция инспекторлары тарапынан бірталай жұмыстар атқарылды. Бұл жерде алдымен арызданады, 102 арқылы немесе тікелей учаскелік полиция инспекторларына шағымдану арқылы арызданады. Көбіне арыздар қабылданып, артынан олар арызын қайтып алатында жағдайлар болады. Оларға тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңы бар Қазақстан Республикасының. Осы заңның 20 бабына сәйкес қорғау нұсқамасы қойылады. Мына агрессорлар бойынша. Олар 30 тәулік құрайды. 30 тәулік ішінде әр 10 күн сайын учаскелік полиция инспекторымен тексеріліп тұрады қорғау нұсқамасы бойынша. Егер қорғау нұсқамасындағы шарттарды бұзған жағдайда соттың үкімімен тағы да ерекше талап қойылады. Бұл 22 бапта қарастырылған. Қорғау нұсқамасында ол жәбірленушіге құқық бұзушы тиіспеуге, ар намысына тиюге, балағаттауға тыйым салынады. Осы жаңа осынша дерек тіркелді дедіңіз. Соның енді жалпы жуықтап айта аламыз ба? Қаншасы арыз шағымын қайтарып алды? Бұндай жағдайда көбіне әйелдер қайтарып алып жатады. 70%-дай қайтарып татуласу болады. Соттың шешімінде татуласу менен аяқталып жатады. Сотқа бармай, іс сотта қаралмай жатып, арыз шағымдарын алған жағдайлар болды ма? Ондай жағдайларда болып жатады. Ондай жағдайлар келіспейді. Бұрын заңда, кодексте қарастырылған еді. Қазіргі заңдар бойынша, кодекс бойынша жаңағы Ақтау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған әкімшілік сотына жолданады, жадығады. Сол жерден шешім қабылданады. Татуласты, или жаңағындай айыппұл салынса, әкімшілік қамаққа алынса, бәрі сол соттың шешімімен қаулы шығады, сол бойынша ғана. Біз тек жадығат жолдаймыз. Түсінікті. Жалпы осы тұста әлеуметтік орталыққа жыл басынан бері қанша нәзік жандылар келіп көмек сұрады? Өткен жылмен салыстырып өтесіз бе?
Маңғыстау облыстық жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының номер 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жағынан осы зорлық зомбылық секторының ашылған болатын 2018 жылдан бері. Сол 2018 жылдан бері барлығы 152 әйел адам, оның ішінде барлығы 152, оның ішінде 42 әйел адам, балалары 111 балалар қабылданған болатын қазіргі таңға дейін. Бұл балалы әйел адамдарға біз әлеуметтік, педагогикалық және психологиялық көмек көрсетеміз, заңгерлік көмектер көрсетеміз, мәдени көмектер және медициналық көмектер, және балаларына арнайы өзіміздің тәрбиешілеріміз бар. Бізге орталыққа бір ай мен 6 айдың шамасында ғана орталыққа орналаса алады, және сол бір ай мен 6 айдың арасында әйел адамдар, қызмет алушыларымыз келген өзінің құжаттарын жөндей алады, және сотқа арызданып, сотты жүргізеді, ажырасу мәселелерін шешіп алады, және балаларын балабақшаға орналастырады. Бізде 20-30% әйел адамдар ойланып, отбасына қосылып кеткендер, сондай жағдайлар бар. Жалпы осы әлеуметтік орталықта жағдайы, жалпы әйел адамның, нәзік жандылардың жағдайы жақсарғанша сол әлеуметтік орталықта бола алады. Қазіргі таңда әлеуметтік орталықта неше адам бар? Неше адам көмек алып жатыр? Күндізгі бөлімде 2 әйел адам көмек алып жатыр. 4 баласы бар, екеуінің де. Бір қызмет алушымыз біздің заңгерлік көмекпен, психологиялық көмекпен балаларына психологиялық жұмыстар жүргізіліп жатыр, және заңгермен балаларын балабақшаға орналастырып жатырмыз, және қызмет алушымыз әртүрлі курс мамандарын оқып шықты, уқалау маманы және бет-әрлеу маманы, сондай сертификаттарын алып, оқып, біздің көмегімізбен оқып шығып жатыр. Ары қарай өздері қол аяқтарына тұрып жұмыстанып кету үшін, және екінші қызмет алушымызды оны жұмысқа орналастырып жатырмыз. Оның да қызын, 3 жасқа толмаған қызын, 3 жасқа толған қызын балабақшаға орналастырдық. Сонда жалпы осы әлеуметтік орталыққа балалармен келсе де болады. Және де осы сіздер жаңа атап өткен массажист мамандығы, бет әрлеуші мамандығы бойынша сіздерден тренинг дейміз, курс дейміз, сондай секілді өтіп, алдағы уақытта сол мамандық иесі атана алады. Түсінікті. Осы зорлық зомбылыққа ұрып соғуға не себеп болады? Көбіне ішімдік себеп болып жатады, ал басқа да себептері бар ма? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Зорлық зомбылыққа негізі отбасында агрессорлардың ішімдікті асыра пайдалануы, маскүнемдікке салынуы, және де тұрмыстық жағдай деңгейінің төмен болуы негізгі себеп болып табылады. Ендігі осы тұста бір мынадай сұрақ туындайды. Енді әйел адамы, жалпы нәзік жандылар отбасын сақтап қалғысы келеді. Осы зорлық зомбылық кезінде бала шағасын ойлайды, отбасын ойлайды деген секілді. Жалпы зорлық зомбылық көрген әйел адам, нәзік жандылар не істеу керек алдағы уақытта? Оған көне беруге де болмайды. Зорлық зомбылыққа көне берудің де өзі алдағы уақытта қылмысқа апаруы да мүмкін. Аса ауыр қылмысқа да апаруы мүмкін. Осыған айтып өтсеңіздер. Жалпы не істеу керек оны? 102 номеріне телефон соғып, немесе учаскелік полиция инспекторларымен, немесе осында әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобының инспекторларымен тікелей байланыста болса болады. Сонымен бірге біз психолог маманның айтып өткендей дағдарыс орталықтарына орналастырумен, осы кісілермен тығыз жұмыс жасаймыз. Қажет болған жағдайда оларды сол аралыққа орналастырамыз. Жоқ, тұратын жерім бар деген әйел азаматшалар болса, күндізгі стационарға орналастыруға құқықтық көмек көрсетіледі. Сондықтан
республика аймағында 150 деп аталатын қауырт номер бар, сол арқылы телефон соқса да болады. Ол жерде де толық мағлұмат ала алады. 102 номер үнемі жұмыс жасап тұрады сонда. Осы мына жаңа айтып өттіңіз, агрессорлар деп атап өттіңіз. Сол агрессорлармен қандай жұмыс жасайсыздар? Агрессорлармен алдымен қорғау нұсқамасы қойылады 30 тәулікке. Әр 10 күн сайын учаскелік полиция инспекторларымен тексерілуде болады. Назарда болады олар әрдайым. Егер осы бір жанұяны алайық та, 2-3 рет арыз шағым түсіретін болса, отбасылық жанжал бойынша, олармен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Учаскелік полиция инспекторлар, егер балалар болса, ювеналдық полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп, бізде назарда болады ол кісілер. Оларға профилактикалық сұхбат әрдайым жүргізіліп отырады. Жалпы мынадай жағдай болды ма? Осы зорлық зомбылық әрекеттер жасалып жатыр, көмектесіңіздер деп сіздерге қоңырау шалады. Сіздер учаскелік инспекторлар барған кезде сол зорлық зомбылықтың үстінен түскен сәттер болды ма? Ұрып жатқан кездерінен немесе атап өткенде. Сондай сәттер болды ма? Енді ондай арыз шағымдар, айтқандай қоңырау шалғанда барғандарымызда ондай түрлі жағдайлар кездесіп жатыр ғой. Қылмыста болып жатыр, әкімшілік құқық бұзушылықта болып жатыр. Ондайлар кездесті, әрине. Енді отбасы болғасын әйелі мен жолдасының күйеуінің ортасында болатын зат емес, ол тек ол балаларына да қатысты болатын кейбір кезде сондай нелер болып жатады. Ондайлар кездесіп жатыр. Ондай кезде енді біз жаңа айтқандай арыз шағымын алуға тырысамыз. Көп азаматтарымыз жаңағындай вызовты жасайды, қоңырау шалады, 102-ге көмекті сұрайды. Сіз барған жағдайда барғаннан кейін, мана өздерінің араларындағы мәселелер шешілгеннен кейін сіз боссыз кете беріңіз дейді. Біз дегенде ол біз вызов болғаннан кейін, қоңырау шалып, бәрі келіп біздің көмегіміз алғаннан кейін біз ол жерде жай кетпейміз. Біздер жаңағындай сотқа жүгінетіндей арыз шағымыз қабылдауымыз керек. Болмаса, жаңа айтқандай, не дейді ол, жинақысына жіберуге арыз шағым жаздырып аламыз. Себебі деген, енді ол арыз шағымсыз, еш қағазсыз дәлел жоқ қой қазірде. Арыз шағым жоқ деп жаздырып аламыз. Жаздырып аламыз да, соны ол жинақысқа кетеді. Ал егерде арыз шағым түсіп, жаңа өзінің үйіндегі енді жолдасына болсын, или қызына болсын, баласына болсын, бір болады ғой енді арақ ішкен бірдеңелер. Солар сондай азаматтарға жазған арыз шағымы болса, жаңа айтқандай жадығатты түгелдей әкімшілік сотқа жолдаймыз. Сол жақтан шешіледі ол мәселе. Егерде арыз шағым түскен жағдайда. Ал арыз шағым түспесе, енді жинағысы ғой жаңа айтқандай. Бәрі сонда заң жүзінде өтеді? Заң жүзінде. Бәрі заң жүзінде. Осы мына жаңа айтып өттік, енді зорлық зомбылықтың үстінен түскен кезде енді көбіне айтып өттіңіздер, ішімдіктің мәселесі болып жатады. Сол ішімдікке тойып алып, зорлық зомбылық көрсетіп жатқан кезде сіздер агрессор дейміз ғой, сол кісілерді алып кетесіздер ме? Алып кеткен жағдайда қанша күнге қамауға аласыздар, немесе учаскелік полиция пунктіне алып кетеміз. Жаңа үйден мысалы айқай-шу шығарып жатқан азамат болады. Көбінесе ер азаматтарымыз ғой, енді маскүнемдікпен или арақ ішпен асыра пайдаланып алатындар. Сол кісіні сол жерден алып кетеміз. Бір алып кетіп, жаңағыдай учаскелік полиция пункттеріне апарып, сол жерде жаңағыдай кішкене айыққанша отырғызып, жаңағыдай қағазын арыз шағымның үстінен алып, бәрін жинақтап, кішкене қасымызда отырғызамыз. Но бірақ қазіргі жағдайда біз оларды бұрынғыдай мед айықтырғыш деп айтамыз ғой бұрынғы кездері. Соны жабатын едік, қазір ондайлар жоқ. Заң аясында біз тек ол кісіні сәл айыққанша ұстаймыз да, сосын үйіне қайтып жібереміз. Жобамен қанша сағат болады? 3 сағат ұстаймыз. 3 сағаттай болады. 3 сағаттай ұстауға жаңағындай заң жүзінде 3 сағат. Заң жүзінде істей аламыз. Одан әрі істей алмаймыз. Осы 3 сағат ұсталғаннан кейін, енді 3 сағатта өз-өзіне келгеннен кейін ол жаңағы әрекетін, зорлық зомбылықты қайтадан көрсетпей ме? Сол тараптан сіздердің қайталап үйіне барып қайталап жасап жататын азаматтар да болады. Оларды қайталып келеміз, қайтып жүреміз. Сонымен әйтеуір таң атады, кішкене сөйтіп жүргенде айығады. Но бірақ бұл жерде енді бір айта кететін мәселе, манағы әйел адам арыз шағым жазыңызшы деп бүйтіп келген уақытта ол кісі жазбайды. Себебі көп жерде енді әйел азамат болғасын өзіміз түсінеміз ғой, мен бүйтіп ойлаймын. Бұл жерде әкімшілік сотқа апарамыз ғой, арыз шағым түскен жағдайда жадыға жиналып. Сол жерде оның айыппұлы біраз ақша. Ол манағы арақты
маскүнемдікке салынып или асыра ішіп күнделікті пайдаланып жүрген ер азамат ол ақшаны төлемейді. Мана әйел азаматшаның қалтасынан шығады. Сол себепті ол арыз шағымды жазбайды. Себебі бір рет барды, көрді, іс қалай жүретінін бәрін. Содан кейін жазбайды. Менің ойымша солай деп ойлаймын өзімнің. Ата жұмыстар бәрі жүргізіліп жатыр. Бәрі заң аясында жұмыстар жасалынып жатыр. Ол маскүнемдіктердің де өзінің есепте тұратын санаты бар. Сол бойынша да есепке алынып жатыр. Маскүнемді маскүнемге, нашақорды нашақорға, жаңа айтқандай қорғау нұсқамасымен олар агрессорлар қалай не алды айтады? Құқық бұзушы, бір жанжал қойлар дей ма? Сондай. Оларда бір сондай өздерінің әрбір есебі бар, сол есепте тұрады. Жаңа айтып өттіңіз, агрессорларды енді 3 сағатқа ұстай тұрасыздар. Енді одан аса бір қатты бір қылмыс, енді зорлық зомбылыққа қайтадан барған кезде оларды қоғамдық жұмысқа тартуға болмай ма? Жаңағы әкімшілік сотта айыппұл бермей кей жағдайларда жұбайлар не сұрайды? Әкімшілік қамақ сұрайды. Қамақ деймін, қамауға алады ғой. 10 күн, 15 күн или 5 күн. Болмаса 3 күн. Сол өзінің бөліміне қарай ғой. Мысалы, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабы бойынша сүйене отырып жасайды. Соған сүйене отырып әкімшілік хаттама толтырамыз ғой. Сол әкімшілік хаттамада өзінің бабына қарай әртүрлі айыппұлдар, әртүрлі қамақ белгіленген. Сол бойынша судьяда қаулы шығарады, үкім шығарады. Осы сотта әйел адамдардың, нәзік жандылардың сұрауы болады, сонда қамаққа алуын сұрайды сот төрағасынан. Солар қаншалықты орындалып жатады? Қаншалықты әйел адамның жалпы осы сұранысы дейміз ғой, енді қамауға алыңыз деп сұрайды. Солар қаншалықты орындалып жатады? Көбінесе әйелдер бұл жерде, әйел азаматшалары татуласып отырады. Ортамызда балаларымыз бар дейді. Ертең күні қойып кетер дейді. Отбасын ойлайды, балаларын ойлайды. Мүмкін ондай отбасыларда бар ғой. Бір күн ішіп бәрін бүлдіргенмен ертесі күні жақсы отбасы болып кететін. Сондай жағдайларда болып жатады. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Төменде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалып, өз сұрақтарыңызды, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Енді көбіне әйелдер, жаңа өзіңіз айтып өттіңіздер, кешіріп жатады. Бұл өзара келісіп сөйлескеннен бола ма? Әлде бір сыртқы басқа бір адамдардың тарапынан факторлардың әсер етуінен бола ма? Өзара татуласып, өзара кешіріп келеді. Себебі біздер жатақты жинап, сол мысалы түнде орын алған жағдай болса, түнде апармаймыз ғой. Бір-екі күннен сотқа апарған кезде, сот болатын күн белгілеген кезде, өздері үйінен татуласып, кешірім беріп, бір-бірімен жақсы сөйлесіп келеді. Сол себепті. Ол өздерінің тарапынан шығатын шешім. Осы кешіріп татуласқаннан кейін зардап шеккен азаматшаға құқық қорғау органдарының назарында бола ма сол кісі? Зорлық зомбылық көрген азаматша енді кешірілді, екі тарап бір-бірімен татуласты, бірақ сонда да алдағы уақытта бұндай жағдайлар қайталанбас үшін әйел адамы, нәзік жандылар құқық қорғау органдарының назарында бола ма, оған қаншалықты жиі хабарласып тұрасыздар, жағдайын сұрап деген секілді? Бұндай жағдайда осы әйелдер зорлық зомбылықтан қорғау тобының инспекторлары осы жәбірленуші әйелмен тікелей байланыста боламыз біз. Сөйлесіп, профилактикалық сұхбат жүргізіледі, алдағы уақытта қалай болу керек, қайда соғуға болады, немесе осындай дағдарыс орталықтары бар екендігін түсіндіреміз. Осындай жұмыстар жүргізіледі, профилактикалық сұхбат, профилактикалық түсіндіру жұмыстары негізінде солай жұмыс жасаймыз. Осыны зорлық зомбылықтан кейін екі тарап бір-бірімен татуласа алмай, кешіре алмай, бір-бірін ажырасып кеткен сәттер болды ма? Ондай сәттер жалпы көп кездесе ме? Ажырасу процестеріне біздер қатыспаймыз, арыз қабылдамаймыз ғой. Сол себепті олардың несін білмейді екен. Ол тікелей сотқа барып өздері жүгінеді, өздері жазады. Бізге қатысты емес. Ал жалпы осы әлеуметтік орталыққа келген нәзік жандылар зорлық зомбылық көрді, енді сіздерден көмек сұрап келді. Мен болды, бітті, татуласа алмаймын, кешіре алмаймын, ажырасам деген сәттер болады ма сіздерде? Бізде кейде
мынандай жағдайлар болады. Әйел адамдар өздері тікелей бізге келеді, біздің орталыққа келеді. Сол кезде біз келгеннен кейін полиция бөліміне хабарласып, сол жерден полиция қызметкерлерін шақырып, сол жерден бағалау парағын жасаймыз. Мекеме басшысы, психолог, заңгер, әлеуметтік қызметкер маманы және полиция бөлімінің маманы болып бағалау парағын жасаймыз. Бағалау парағында, бағалау парағы дегеніміз сол жерде сұрақтарға жауап, не себепті барлығын сұраймыз, қандай жағдайлар болды деп. Егер сол жақта балалармен келіп арқалап балалармен келіп тұрған кезде, балаларын тәрбиешіміз бөлек алып кетеді. Бізде балалар бөлмесі бар, жатын бөлмесі бар, ас бөлмелері бар, өздерінің тамақтарын пісіріп не істейді. Біз психологтар анасымен сөйлесіп, сол жерден ашуын басып, біздің орталыққа қабылдану арыздарын жазады. Біздің орталыққа қабылданғаннан кейін 1-2 ай өткеннен кейін, құжаттарын жөндегеннен кейін бар, отбасымен, жолдасымен татуласып, жолдасы кешірім сұрап келіп жатқан жағдайлар да болады. 4 баламен, 7 баламен, 3 баламен келіп жатқан аналар бар, әртүрлі. Жолдасы келіп кешірім сұрап алып кетіп жатады. Сол уақытта біз ары қарайда сұрақтармен, жауаптармен отбасылармен хабарласып тұрамыз, әлеуметтік желілер арқылы. Ал кей жағдайда 20-30% енді ажырасқан жағдай болды. Оған біздің заңгер сотқа арызын жазып, заңгер жұмыстанады, заңгеріміз өзіміздің. Сосын ары қарай 1-ші, 2-ші, 3-ші соттарына қатысып, жәбірленушімен бірге сотқа қатысып, заңгермен бірге ары қарай нақты ажырасатын жағдайда болса, ажырастырып, сондай себептер болып жатады. Осына зорлық-зомбылыққа тап болатын көбіне жас отбасылар ма? Оңалту осы әлеуметтік орталыққа келетін әйелдерде жас отбасыдан болады ма? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Сол 30 жастан жоғары, әртүрлі жастағы отбасылар келеді. Үлкен кісілер де келеді. Үлкен болғанда енді 40-қа жақын жаста аналар. Мынандай сәттер болды ма? Осы отбасы құрғанына 2 ай ғана болды. 2 ай енді жарты жылға жуық қана уақыт болды. Бірақ зорлық-зомбылық көрген сәттер, сондай факттер тіркелді ме? Енді ғана жас отбасы дейміз ғой, енді ғана отбасын құрып, бірақ зорлық-зомбылық әрекеттерін жасап жатыр деген секілді. Ондай жағдайда көп болмайды. 30 жас пен 40 жас аралығында болады. Зорлық-зомбылықты әбден көріп, шегіне жеткенде хабарласатын жағдайлар болады. Енді жас семьялардан менің практикамда ондай болмады. Жаңа енді өзіңіз айтып өттіңіз, 30 мен 40 жас аралығында. Жалпы осы зорлық-зомбылықты көріп, шыдап, сол уақытқа дейін шыдап, енді шыдамның да шегі бар дейміз ғой. Шыдамның да шегі бітіп, сіздердің тараптарыңыздан көмек сұрап, жаңа әлеуметтік орталықтан көмек сұрап отыр сонда. Сондай фактілер бар. Жалпы зорлық-зомбылық көрген нәзік жандылар көмек сұрап қайда хабарласса болады? Жаңа өзіңіз тағы да бір атап өттіңіз. 150 қауырт желісі бар республика деңгейінде. Толықтай мағлұмат сол жерден алуға болады, ақпараттар. 102 номері арқылы полиция инспекторларынан, полиция басқармасынан көмек сұрауға болады. Осы тұста әлеуметтік орталыққа қалай хабарласса болады? Сол бізге тікелей көрсетілген 702, 785-85-80 номеріне хабарласса болады. Немесе 1-ші шағын аудан 5Б зданиясында 2-ші номері 2-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы бар. 1-ші шағын ауданда. Сол шағын ауданға тікелей келсе болады. Барып, арыз шағыммен, бағалау парағымен, комиссия мүшесімен арыз шағыммен қабылданады. Жалпы осы алдағы уақытта зорлық-зомбылықты алдын алу үшін қандай шаралар болады? Жалпы бізде кеше ғана атап өткендей 25 қараша мен
10 желтоқсан арасында бұл жыл сайын өтіледі, зорлық зомбылықсыз 16 күн республика деңгейінде. Сонымен бірге әр жылдың 90 сайын өткіземіз. Тұрмыс, қолайсыз отбасы, отбасында зорлық зомбылық жоқ деп аталған осындай акциялар өткізіледі. Ол акция кезінде біз барлық учаскелік полиция инспекторлары, ювеналдық полиция қызметкерлерімен бірлесіп, үкіметтік емес ұйымдармен, арнаулы қызметтер көрсету орталығының мамандарымен, әкімшілікпен, жергілікті өкілетті органдармен, білім беру ұйымдарымен, прокуратура, сотпен, барлық ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасаймыз. Мектептерге барамыз, жоғары сынып, төменгі сынып оқушыларына зорлық зомбылықтың әртүрлі дәрістер өткіземіз осы тақырып бойынша. Сосын қайда бару керек, қалай барлық ақпаратты толық буклеттер тарату арқылы, билборд, плакаттар орнату арқылы осылай халықтың назарын аударып, барлық 90-да жұмыс жасаймыз. Енді зорлық зомбылыққа қатысты іс-әрекеттер көбінесе әйел адамдар шағым түсіріп жатыр. Бұл тұста отбасының балаларынан шағым түскен сәттер болды ма, фактілер тіркелді ме? Осылай менің әкем анамды зорлық зомбылыққа тартып жатыр деген секілді фактілер болды ма? Бұл жерде көбіне әйел азаматшалар хабарласады, сосын немесе көріп қалған көршілер хабарласып, 102-ден солай өтеді. Жалпы осы сіздерге хабарласқан кезде анонимді түрде қабылдана ма барлық арыз шағымдар? Немесе құпия болады. Құпия болады. Қымбатты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмамдалды. Қош, сау болыңыздар. Сәмет аға, сарқылдым. Бізге қарағанда қатты қобалжыған сәтсіз ба? Бір жағынан ол да бар, жаңағы соңғы сұрақты қойған кезде. Ең соңғы сұрақты қойдым да, не қоярымды білмей қалдым. Құлаққа айтып жатыр да, 3 минут қалды деп, қалай шығарам, не шығарам, мынаның бәрін қойып ұстадым. Сол мен де қарақ қоям. Жетілген жоқ қой. Мана бейнероликтерді айту керек еді деп ішіме ойлап отырмын да. Соңғысында айтып үлгердім, бірақ мектептерге Иә, сол. Соны қайтып дедім. Соңғы сұрақты қойдым ба, балаларға қатысты дегенеге. Сұраққа айтып жатыр да, құлаққа 3 минут қалды деді да. Қалай шығарамын, сіз жауап бересіз, ойланып отырмын да, қалай шығарамын, не сұрақ қоямын деп, кәдімгідей. Сосын өзі дым келмеді да, соны бітірейін дедім. Дұрыс, жақсы бұны